ready to fight. Ready to fight. Вататтың өртеніп отыр. Не болды? Нормально ма? Ready to fight. Be ready. Ready to fight. Ассалаумағалейкум Бамикстің көрермендері, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеода біз осындай локацияға келіп Бамикстің эндураларын және эндураға жалғанған гусеницаларын осы поляға алып келдік. Осыларды айдап, ары-бері жүріп тексеруге. Әрине, Естай бауырыммен бірге. Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бамикс арнасы кезекті видеомыз түсіретін боламыз. Естай енді қазір қара, осы жерге алып келдік міне гусеницамен 277 және дөңгелекпен 277. Осыларды қазір нарықта әлеуметтік желіде неше түрлі комментарийлер жүре алмай, жүре алады, андай, мындай, жақсы, жаман деген сияқты. Осы нағыз шын бет бейнесін осы жерде көрсету керек болып тұр. Қандай идеяң бар, қалай көрсетсек болады осы YouTube арнамызға? Вот, мен алдағы уақыттарда бұрында осы TikTokқа видеолар салған болатым. Сол видеоларда уже комментарий дұрыс емес. Короче, анау-мынау жүрмейді, жүре ма, анау-мынау алсақ бола ма деген комментарийлер келіп жатыр. Енді қазір Ерназар менің ойымша шыны керек 277-ді алып келдік. Қазір мына жерде қызыл цветі тұр, гусеницамен. Жерде қара цветінде дөңгелекпен тұр. Осы екеуін мына қарда жарыстырайық лучше. Жарыстырайық, мен өзім лично біреуін айдайын, кегесін эмоциямды айтатын болам. Сосын тағы бір баланы шақырып алып, көмекке ол айдасын. Екеуін қостырып, жарыстырып, сол жерде нақтырақ уже қайсысы қарда жүретіні, болмаса дөңгелекпен де жүріп жатыр ғой деген әңгімелер кетіп жатыр ғой. Соны нақты түрде сіздерге доказать етіп көрсететін боламыз. Енді өз ойыңды айтшы, қайсысы нормальный отатты, жеге жарыстырамыз ғой. Қайсысы отатты деп ойлайсың? Енді бағаның бері енді бір-екі рет айдағанын көрдім ғой. Қазір мынау енді барынша мынандай жерлерде айдап жүріп тұр, енді көрейік енді нақтырақ енді. Халыққа нақтырақ көрсететін видеомен. Егер де тапталған қарда жарысатын болсақ, дөңгелекпен нормальный айдай алатын болса, дөңгелекпен нормальный. Ал анау қалың қарға болып тірелетін болса, ол жүре алмай қалады ма? Мен соны көрсетейін. Накөш! Қазір жанымызға бір партнеріміз деп қойсын алып алайық. Накөш! Өркен, нан айдайсың ба, гусеницаны? Мен дөңгелекпен айдайын. Сен ауырдан айдасыш. Сен міне қарға дайындалып, салафан киіп келдік аяққа. Қара, айғыр. Салафан, малафанмен жүріп қой, короче. Ради контента. Жадан! Lan көріп тұрсыздар ғой. Мынада қазір Акрапович тұр. Арнайлап сіздерге алдағы уақыттарда YouTube-ға Акраповичпен. Дауыс страшно. Ей, палуан, қалай? Ерназар, жарысы ғой, дайынсың ғой. Қара бұрыштан шығатын деп қойсын. Сол жақ бұрышымыздан сықи-сық Ерназар бауырым. Көңілін апқан айтам да. Айта кететін жағдай, қазіргі жарысатын мотоциклдің екеуінде двигателі бірдей 250 кубты цепной мотор, одада, бұдада. Разницасы, мынада дөңгелек, арада гусеница. Тоқта! Естай, ортаға тұрып, бастырсыш? Давай! Ал, жігіттер! Бастай болайық па? Ал, жігіттер, сіздер дәл қазіргі сәтте 277-дің жарысуын көресіздер. Бірі гусеницамен, бірі дөңгелекпен. Қыстыңыны қайсыға түсет. Баста! Кетті ал! Қызылайын! Балам, қартып қой, бұлау құлау жүр. Еба! Анау ағына аттын. Еба! Қалың қарда. Нағыз жүретін мотоцикл екен. Нормально. Ал Ерназар осы өзінің оталдырдан. Өйді! Сол, міне көріп тұрсыздар, қызыл айғыр келатыр. 77-ті, артында қара айғыр 77-ті. Бұра екеуінде екі тұяқ үстер. Біреуінде тағаланған тұяқ болса. Тоқта алып, 360 құлады.
Дәл осылай 306 айырып тастағанбыз ғой. Контент, жігіттер, контент 306-та сындырдық. Жерде жүр ғой. Бізбен бірге болыңыздар. Қоясың ба көріш. Жігіттер, бағана бірінші жарысқандарымыз өте дұрыс болмай қалды. Енді қайтта екінші жарысайын деп жатырмыз. Қазір толыққанды қайтта көрсетіп қалай. Кеттік ал. Мұнда келдері қалың қарға кел. Қалың қарға кел. Бергел. Мұндан жарысасың мұндан. Тоқта! Al, davet! Екінші жарысымыз! 1, 2, 3! Ё-моё, өздеріңіз көрдіңіздер, көшейін дөңгелекті қайсы қалай жүріп бара жатқанын. Әлі! Қызыл қайырымен екеуінің райдасыздар. Екеуіне бірдей мотоцикл, екеуіне 277 моделі, екеуіне 178 мотор, цепной двигатель қойылған. Бірақ екеуінің айырмашылығы жігіттер. Тек тұяғында ғана. Біреуінде оқ, ё-моё! Ержазар, өр! Чо там? Мотоциклың өртеніп жатыр. Не болды, нормально ба? Ебать! Нормально ба? Өмір съемкада құлап жеткенсің сен. Мен ана қар қалыңда тайып кетті алды үшін. Лақтырады, Лақтырады екен. Ё-моё. Осылай жігіттер. Қызыл айғыр мен қара айғыр жарысты. Екеуінің разницасы тек тұяғында ғана. Біреу тағамен болса, біреу без таға, короче. Қыстың күні тағамен жүрген дұрыс екен. Өзіміз көрдік. Не дейсің, Ерназар? Айт чувствоң, бөлістің. Былай екен. Қалың қарда дөңгелек болмайды екен. Бензин сас кетті үстім бәрі. Қалың қар. Қалың қарда дөңгелекпен жүрген апасын екен. Опыты бар адамға айдамаса. Бірақ енді жүреді, гусеницаға ілесе алмайды екен, бірақ өздеріңізде видеодан көрген шығарсыздар. Мотоциклмен ұстаған скоросты гусеницаң одан да жоғары ұстап тұр. Мынандай қалың қарда, тапталған қарда болса жүріп береді, бірақ апасын екен дөңгелекпен тая береді екен. Екі аяғын бір тіреп алып ұшып келгенсің ба? Лақтырады. Лақтырады, алдыңғы дөңгелек былай да лақтырады екен. Ал енді кезекте Өркенден біз сұхбат алайық. Ал Өркен 277 гусеницаны өзің айдадың. Қалай? Гусеницамен жүргеннен екі дөңгелектің арасында гусеницада қорықпайсың ше, ешқандай қарда тайып құлау деген. Бұда өзің қарасаң ешқандай тіреусіз тұра бересің да. Отырып ары бері ырғасаң да, бұрылған кезде бір жаққа қисайсаң, ролинг чуть-чуть бұрылсаң болды, бұрыла береді. Ал скорость жағынан әңгіме жоқ. Басат. Енді Өркен өзің енді біздің қар емес қой, Алматы өзің енді Семейдің жігітісің енді. Аяқ өзің бе, қай жақтыңсың? Өз Семейдікі ғой. Иә, Семейдің жігіті. Семейдің қар, шығыстың қарын білесіздер жігіттер. Шығыстың қарына қалай бола ма енді соған? Негіз дерскі тау, тасы ана жері ойлы шұңқыр үстіме түспені ме білмеймін. Қатты былай ана сезілмейді да, секіргенің ана жаймасықымен ана секіресің негізі бар ғой, қатты келсең. Мынада ондай скоростта сезілмейсің, ойлы шұңқыр. Мына көріп тұрғанда ешқандай тіреусіз. Қорықпайды екесің. Жігіттер, арнайлап біз өзіміз айдаған жоқпыз, осылай Семейдің жігітіне өзіміздің командамыз Өркен бауырымызға айдаттық, чтоб көрсін сояқта қарларда қалай болады екен, жүруге қалың қарда бола екен. Сол туралы айттық. Мына жерде андай болып отыр ма, Ерназар, бір барынша мынаны тықпалап атуға тырысып жатқан сияқты отыр ма, қалай өзі бір. Мен өзім солай болып кеткен сияқты. Неге жігіттер? Жоқ енді реальность ашығы осы ғой, бәрі көрініп тұрғанша тағы да жүріп дронға түсіп тағы да көрсететін боламыз. Мына жақтан ойлы қырлы жерлерді қалай жүретінін, мотоциклмен де жүріп түсіретін боламыз. Жігіттер, короче, болса болды, болмаса болмайды деген әңгіме, ол бәрін тықпалау, анау-мынау деген емес. Конкретно видеомен көрсетеміз. Негізі мен осы съемкаға көп шықпайтынмын. Көргенде жоқ шығарсыңдар. Мен осы командада жүргеннен Естай өзі шақырып, гусеницаны енді қарағанда видеоның бәрі айтып жатыр, жүрмейді деп мен де сөйтіп ойлаған басында ше.
Бірақ өзің айдап өзің жүрке ощущение бөлек барған. Ана мотоциклмен доңғолақпен айдағаннан қарағанда гусеницамен айдаған вообще бөлек. Мынада кәдімгідей адреналин айналасын бар ғой, денең энергичный бар ғой. Тағы деп айдап басқың келіп тұрады. Қалап тұрасың ғой. Қорқыныш жоқ, қалап тұрасың ғой. Базар жоқ. Құлап кетем деген қорқыныш болмайды. Ол қорқыныш жоқ ондай. Құлап кетем, ана бір жаққа қисай кетеді. Просто бұрған кезде басында ыңғайсыз болды. Бұрған кезде кішкене осы қисаясың, рөлді бұрсаң болды. Басында соны ғана нетпей қалдым. Одан кейін бір-екі айдаған соң уже үйреніп кетесің оған. Дәл қазір мына жерде 250 кубтық 172 FMM-дік мотор тұр жігіттер. Оның өзін бұл деген енді былқ етпей айырып жүр ғой. Енді нақтырақ енді сіздерге видеомен көрсетейік, бір барынша бір тықпалап, бір сатып қалу ниет емес. Главный сіздерге қай видеода болсын өзіміздің әлеуметтік желілерімізде барын сіздерге дәлелдеп видеомен айтып жеткізіп жатырмыз. Біз сіздерден осы видеолардан толыққанды өзіңіз түйесіз, ұнап жатса заказ бересіз, ұнамаса өзіңіздің еркіңіз ғой. Давай. Бұның бәрі сіздер үшін, сосын видеомыз ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде каналға тіркеле кетіңіздер. Бұның бәрі мотоциклді алып шығып, мынандай поляға келіп бекерден емес, сіздер көрсін осы гусеницаның және мотоциклдің жүрісін көрсін деп алып келіп жатырмыз. Міне жігіттер, жүрісін көрдіңіздер, 277-нің дөңгелекпен де, гусеницамен де. Ал енді маған қызық болып тұрған естай, ақыры бәріміз келдік қой. Давай бәріміз бір-бір мотоциклге отырайық та бәріміз айдайық былай қарай. Кет. Давай жігіттер, каждый бір-бір мотоциклге ондана. Төрт мотоцикл періңдер. До конца, Мен комментатор боламын, мен комментатор, давай. Қазіргі таңда бірінші 277 оталды, екінші 277 қарайғыр, үшінші төртінші 222 модели оталды. Ал, қасылар бұлай қарай. Қатар, тоқта, бұлай тұр. Тоқта деймін. Давай, қатарға тұр. Oyna! Bir! Nasıl? Iki! Üç! Ulan! Yeva, yok etti. Saykan Örken birinci orunda. Kızıl Aygır, Kagamet. Birinci orunda Espadr. Odan кейін Kara Aygır. Odan кейін Döndürük. Altında Kimoş. 22 нағып жүр ол деген. Круптан шығып кетті. Ебат аналар деген. Страшно қаршақ тұрады. Өркенге бастасам, қалың қарда кетіп бара ғой. Өркен ұрады қазір. Өркен ұрып кетір. Айналып. Ода. Өзі ғой, айдай еместендер Әлі! Біздің қазір таңда Дубайда бірінші орын алып отқан жылқыны білесіздер ғой, сол жылқының тұқымдастыру келеді. Қызыл Айғыр. Хайда! Бәлі, Орал екен. Оркіл! Астындағы мұздарды қараңыздар. Что там? Ерназар, не дейсің ал? Өзіңнің съемкаға шықпай қалып біраз болып еді. Мотоцикл айдамағалшы. Бір айызымды қандырып отырмын ғой. Кайф отырмын. Адреналин ма? Давай. Жігіттер, сіздер де сезонды күтіп жүрсіздер ма? Мотоциклдарыңыз жылы жерде, қорада, көктемді күтіп тұр ма? Әй, бұның рахаты бөлек қой. Кеттік, тағы айналайықшы. Давай. Мынау Міне көрдіңіз, дөңгелек батыр. Ал гусеница не істейді екен. Құлақ жарады оны,
Иә жігіттер, осылай 77 модельдерін дөңгелекпен және гусеницамен салыстырдық, жүргіздік, бағасын өздеріңіз бере кетесіздер. Барынша шынайы түрде көрсеттік. Алу, алмау жағы өздеріңізге де байланысты. Енді Ерназар өзің жалғастырып кет. Осы видеоны бар ғой. Ой, гусеница жүре алмайды, анау мынау деген адамдарға поделицаны басып жіберші, көрсін осы видеоны қалай жүретінін, ары бері, туда-сюда дейді ғой. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Видеомыз ұнаған болса, комментарий жазып, лайк басып кетіңіз. Тағы да қандай жерлерге барып көрсетейік, тағы да басқа да сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Міндетті түрде оқитын боламыз сіздердің комментарийларыңызды. Сосын жігіттер, осы екі мотоцикл туралы, яғни екі түрлі гусеница мен дөңгелекпен туралы райынса кезекті видеоларда шығады, яғни толықтай обзор беретін боламыз. Оны келесі видеодан көре аласыз. Бізбен бірге болыңыздар. Сіздермен BAM X YouTube арнасы.